Сәлеметсіздер ме оқушылар? Здравствуйте, дети! Бүгінгі өтетін тақырыбымыз нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бірінші тапсырма, балалар. Мәтінді оқып, тақырып қой. Прочтите текст и дайте ему название. Балалар, менімен бірге мәтінді оқимыз. Менің отбасым өнерлі, моя семья талантлива. Атам күмістен алқа жасайды. Мой дедушка делает серебряные ожерелья. Қарындасым Гүлсая билейді. Моя сестра Гүлсая танцует. Інім Нартай ән үйірмесіне барады. Мой младший брат Нартай ходит в певческий кружок. Ағам Алихан музыка мектебінде оқиды. Мой старший брат Алихан учится в музыкальной школе. Досым екеуміз қолөнер үйірмесіне қатысамыз. Мы с другом участвуем в ремесленном клубе. Саша екеуміз қағаздан ойыншық жасадық. Мы с Сашей сделали игрушки из бумаги. Біз отбасымызбен музейге барып тұрамыз. Мы с семьей ходим в музей. Атам музейдегі көне заттарға ұқсайтын алқа жасады. Мой дедушка сделал ожерелье, которое выглядело как антиквариат в музее. Балалар, мәтінді түсінсек, енді мәтінге тақырып қояйық. Қандай тақырып қоюға болады? Менің отбасым немесе отбасым өнерлі. Жарайсыңдар, балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Үшінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Отвечайте на вопросы. Балалар, сіздерге өткен тақырыптар бойынша 6 сұрақ берілген. Бірінші сұрақ. Алматыда қандай музей бар? Балалар, есімізге түсіріп көрейікші. Алматыда қандай музейлерді өттік біз? Алматыда орталық музей және кітап музейі бар. Орталық музейде қандай көне заттар бар? Орталық музейде құмыралар, ыдыстар бар. Мұхтар Әуезовтің музейінде не бар? Мұхтар Әуезовтің музейінде көптеген кітаптар бар. Музей нешеде ашылады? Музей 9-да ашылады. Кітап музейінде қандай кітаптар бар? Кітап музейінде көне кітаптар бар. Мұхтар Әуезовтің музейі неше қабатты? Мұхтар Әуезовтің музейі 2 қабатты. Жарайсыңдар, балалар, дәл осылай сұрақтарға жауап берді деп ойлаймын. Төртінші тапсырма. Жазылым, письменно, тиісті сөздерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Балалар, сіздерге жақшаның ішінде 3 сөз берілген. Соның тек дұрыс нұсқасын ғана жазамыз. Пишем только правильный вариант. Например, мысалы, менің атам алтыннан, күмістен, темірден алқа жасайды. Дұрыс жауабы, менің атам күмістен алқа жасайды. Дәл осылай, балалар, қалған сөйлемдерді дұрыс нұсқасымен дәптерімізге көшіріп жазамыз. Бүгінгі тақырып түсінді деп ойлаймын, балалар. Рахмет.